Сәлем құрметті ютуберлер. Музыканы біз қайдан аламыз, сол туралы айтатын боламын. Авторлық құқығы жоқ музыка қолдану ол өте маңызды. Өйткені сіз монетизация қосатын болсаңыз, 1000 подписчикке жетіп, 4000 сағат жинағаннан кейін авторлық музыкалары бар видеолар қолданатын болсаңыз, сізге монетизация қоспай қояды. Өйткені нарушение болып саналады ол. Сондықтан да авторлық құқығы жоқ музыканы қолданыңыздар. Және оны кейін видеоларыңыздан монетизация ақша алу барысында да біреудің музыкасын қолданатын болсаңыз, әрине сіз одан ақша таба алмайсыз. Сондықтан да қазір авторлық музыканы қайдан алады, сол туралы айтатын боламын. Оның ең простой способы десек болады ғой, ең қарапайым түрі мінекей. Мынау біз любой өзіміздің каналымызға кіреміз. Одан кейін мына значокқа басамыз каналдың астындағы. Одан кейін творческая студия YouTube дегенді басамыз. Мінекей. Одан кейін творческая студия YouTube ашылады. Оның ішінде фонотека дегенді басамыз. Көріп тұрсыздар ғой? Мынау фонотека дегенді. Фонотека. Фонотеканы бастық, сол кезде мынандай бесплатная музыка деген шығады. Осы жерден сіздің видеоңыздың темасы не туралы, қандай настроениеде, сол настроениені тыңдаймыз. Егер де киноңызда ужас бір нәрсе болып жатса, мрачный деген таңдайсыз, тревожный деген таңдайсыз. Егер де көңілді бір күлкілі нәрсе болып жатса, веселый, танцевальный, романтический деген сияқты түрлерін таңдайсыз. Басқаннан кейін мінекей музыкалар тізімі шығады. Одан кейін қатарынан тыңдап көріп кете бересіз. Ол ұнамаса, ендігісін таңдайсыз. Ал музыка таңдадық. Енді ұнаған музыкаңыз таңдасаңыз, тауып алсаңыз, мына жағындағы скачать деген кнопканы басасыз. Міне музыкаңыз еш қиындықсыз көшіріледі. Яғни бұл YouTube'тың өзінің сіздерге авторларға тегін ұсынған фонотекасы. Бұл жерден кез келген музыканы таңдап, видеоңызға қоя берсеңіз болады. Және мына жерден неше түрлі жанрлар таңдасаңыз болады. Киноға қатысты, джаз, блюз, рок, ambient, R&B, soul, звуковой эффектіға кіретін болсаңыз, бұнда да неше түрлі дыбыстар бар. Мына оқтардың түсіп жатқаны, найзағайдың. Қарап отырсаңыз, неше түрлі бар. Длительность дегеніне ұзақтығын таңдап алсаңыз болады. Инструменттен немен ойнайтын таңдап, фортепиано керек болса фортепиано, орган керек болса орган, гитара керек болса гитара. Кез келген таңдап өзіңіздің видеоларыңызға қоя берсеңіз болады. Және оларды монетизациясыз қоса аласыз. Және біздің мамандар үйрететін ақылы сабақтар бар, 5000 теңге мен 10.000 теңге аралығында. Ол жерде YouTube'тан ақша табу жолдары, қалай демде монетизация қосу деген секілді әртүрлі фишкалар айтылады. Астындағы сілтеме, описаниядағы сілтеме бойынша өтіп қатыссаңыздар болады. Егер де осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк қойыңыз және бүкіл ютубер достарыңызға жіберіңіз, олар да білсін. Комментарияға кез келген, білгіңіз келген нәрсені жазыңыздар, ішінен таңдап алып, сол туралы видео түсіретін боламын. Келесіде кездескенше. Сен мені ауыртқаннан мен айықпаймын, екеуміздің арамызда әлі де